Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін YouTube арнамда сіздермен осындай творожный сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осылай бөлме температурасындағы закрома майы, бір жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, разрыхлитель және де қант қосамыз. Барлығының толық құрамын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Барлығын осылай араластырып аламыз. Қанттан ертіп, майларын бәрін осылай араластырып, блендердің көмегімен араластырып алдым. Вилкамен араластырсаңыздар да болады. Он және осындай какаомыз міндетті түрде електен өтуі керек. Мен алдын ала барлығын електен өткізіп дайындап алдым. Одан соң жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп қолға жабысады қамырымыз. Жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына осындай қолдың творогы керек болады, домашний творог, және 20% қаймақ қосасыздар. Кез келген орнына алмастырып, творожный масса қоссаңыздар да болады. Қант қосып аламыз, одан соң ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Мен видеода көрсетілген жоқ, бірақ ванильный сахар қосып алдым. Барлығын түйіршігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сұйықтығы видеодағыдай болуы керек. Барлығын араластырып, одан соң формамызға дайын болған қамырымызды жұқартып жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай қолыммен барлығын жұқартып, шеттеріне де формасын шығарып алдым. Одан соң осылай салмасын салып дайындап аламыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешімізге 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан көресіздер. Одан соң осылай шоколадын дайындап аламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Жақсылап ертіп алып, үстінен осылай орехты салып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Глазурды қолдансаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Одан соң дайын болған пирогымыздың үстіне шамамен пирогты 10-15 минуттай суытып алып, шоколадты құйып алсаңыздар болады. Қатты суытпай қойсаңыздар да болады. Шоколадты барлық жеріне жеткізіп, осылай формасын келтіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз дайын болады. Шамамен холодильникке 2-3 сағатқа қойып аласыздар. Негізінде холодильникке неғұрлым көбірек қойсаңыздар, пирогтың дәмі соғұрлым жақсы болып шығады. Барлықтарыңызге жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.